Бәріңіз еліңіздер, сен бірге мен Абисон. Бүгінгі видеода мен өзіме ұнайтын 10 ойынды көрсеттім. Видеоны ысыта міндетті түрде арнаға тіркеліп, колокольчик басып және де лайк басып, комментарияға үздік комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Ал біз ендеше видеомызды бастаймыз. Кеттік. 10-шы орында алып тұрған ойын менің сүйікті ойындардың бірі, ол Block Strike. Оны қазіргі таңда 50 миллионнан астам адам ойнайды. Бұл ойын типа Stand of 2 сияқты ойын, бірақ Minecraft сияқты белгіленген. 9-шы орында алып тұрған ол Shadowfind 3-ші бөлімі. Бұл ойынды барлықтарың білесіңдер, 2-ші версиясынан бастап ойнаған шығарсыңдар деп ойлаймын. Бұл ойын типа Mortal Kombat сияқты, бұл ойынды 100 миллионнан астам адам ойнайды. Ал 8-ші орында алып тұрған ол Dream League Soccer 2020 жылға. Бұл ойын, барлықтарың білесіңдер, типа FIFA сияқты. Бұл ойында әрине футбол ойнайсың, Барселона, Реал Мадрид деген. 7-ші орында алып тұрған ол Roblox, өздерің білетіндей, бұл ойында мини-игралар, яғни үй салу немесе аквапарктан зырғанау деген сияқтылар. 6-шы орында алып тұрған ол Clash of Clans, өздерің білетіндей, бұл жақта өздеріңе ел құрап, әр елдерге шабуыл жасауға болады. Бұл ойында 100 миллионнан астам адам ойнайды. Ал 5-ші орында алып тұрған ойын бізде PUBG Mobile, яғни PUBG. Бұл ойынды өздерің білетіндей ұшақтан түсіп, лут жинап, бір-бірлеріңмен атысып қаласың. 4-ші орында ол Slap Kings, ол ойын қазіргі таңда 50 миллионнан астам адам ойнайды. Оны өздерің көріп тұрғандай суреттен шапалақ шоу деп айтсақ болады. Ал 3-ші орында алып тұрған ол Stand of 2, яғни өздерің білетіндей, бұл жақта әр бір адам өздері террорист немесе спецназ болып бір-бірлерімен атысып ойнайды деп айтсақ болады. Ол ойынды қазіргі таңда 100 миллионнан астам адам ойнайды. Ал 2-ші орында алып тұрған ол Garena Free Fire, яғни ол барлықтарың білетіндей манағы PUBG сияқты ұшақтан түсіп, және де ойынға донат салып ойнайтын ойын. Бұл ойында қазіргі таңда бүкіл донат деп айтсақ болады. Достар, 2-ші орында Free Fire болатын болса, 1-ші орында қандай ойын деп ойлайсыздар? 3-ке дейін санайын, 1, 2, 3. Ол Minecraft. Менің кішкентай кезімнен бері келе жатқан ойын. Мен бұл ойынды 9-10 жасынан бастап ойнап келе жатырмын. Және де ол кезден бастап 1.5 версиясын ойнаймын. Ол версияда неге ойнаймын? Ол ескі себебі ол версияда Bedwars, Skywars, яғни Greenwix серверінде ойнай аламын. Осымен видео аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде комментке үздік комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Ал давайте, сау болыңыздар.